Ыбырай Алтынсарин қазақтың аса көрнекті ағартушы, педагогы, жазушы, этнограф, фольклоршы, қоғам қайраткері. Ыбырай Алтынсарин қазақтың ағартушылық тарихында және ұлттық мектебінің қалыптасуына терең із қалдырған. Ол 1841 жылы қазіргі Қостанай облысының аумағында дүниеге келген. Ыбырай Алтынсарин балалар әдебиетінің атасы, бүкіл өмірін қазақ балаларын оқытуына арнаған. 2021 жылдың «Бір ел, бір кітап» республикалық акция аясында тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына 30 кітап атауыменен танымал қазақстандық авторлардың поэзия, проза, драматургия және де балалар әдебиетіменен аударма саласындағы 30 үздік шығармасы жалпы халықтық оқуға іріктелді. Ыбырай Алтынсарин әдеби туындылар балалар дүниесіне жақын. Балалар әдебиетінде Ыбырай Алтынсариннің «Өнер білім бар жұрттар» кітабы алынды. Ыбырай Алтынсариннің «Өнер білім бар жұрттар» өлеңінің қазіргі уақыттағы өзектілігі, жастарға білімге баулуы, өлеңінде ақын мол байлық, білім екендігін айта келіп, білімге адамның қолы жету үшін ерінбей оқу, қажымай еңбек ету керектігін түсіндірілген. Бұл шарадан біліміміздің кеңейтіп, балалар әдебиетінің атасы Ыбырай атамыздың мол мұраларына тағы бір шолу жасадық.